Мен өзіме тиесілі ақшаның, яғни зейнетақымның рахатын көре алмай жүрмін. Кезінде жұрт қатарлы еңбек еттім, 140 мың теңге зейнетақым бар. Қыдыруыма, дәрі-дәрмегіме бір басыма жететін ақша. Алайда зейнетақымды толық қолыма алып, қалауыма жұмсамағалы бірнеше жыл болды. Соңғы кезде асқазаным, бауырым ауырып жүр. Ұлыма зейнетақымды бер, дәрі алам десем, ауырсынғанды басатын ношпа әкеп берді. Мама, сәл шыдай тұрыңызшы. Несиемізді төлеп бітейік, сосын несие алмаймыз дейді. Үнемі осылай дейді де, тағы несие алады. Ауырып о дүниеге аттанып кетсем, зейнетақымды жарата алмағаным сол күйі арман боп қалатын шығар деймін де қоям. Кәрі адам төрінен көрі жақын, қойдың жасындай өмірім қалған шығар. Біз үшін бұл өмірде не қызық қалды дейсіңдер, ай сайын алатын зейнетақымызбен алданып, соны жаратып мәз боламыз. Ал оны ұл мен келін ұқсын ба? Өз зейнетақымды жалынғандай боп, қайта-қайта айтып жүріп, әрең алам. Онда да қолыма 10-15 мыңды ұстатып қояды, қалғанын бермейді. Несиеге құяды. Осы несие бітсе, енді әпермеспін деймін, бірақ қу перзентім мүләйімсіп тұрғанда аяп кетем. Десем де, ұлым емес, келінім ойланбай ала береді несиені. Адам шамасына қарау керек, ал ол қалаға жылы түссе, кәсіби ретпен қыздарына киім ала салады, қандай ыдыс әнде ала береді. Үйде қыздардың киімі мен ыдыстан көп нәрсе жоқ шығар. Сосын 400-500 мыңдық телефонды несиеге алған. Өз алғанда мейлі дедім, 5 немере сыйлағанына сыйым болсын дегеміш дейді. Жақында жоғары сыныпта оқитын ұлына да айфон әперді. Әжеңе рахмет айт. Әжең зейнетақысынан төлейді енді дейді баласына. Менімен ақылдасқанда жоқ, рұқсатта сұрамады. Білген істеп жүр. Ал мен кнопкалы ескі телефонмен жүрмін. Тараздағы ұл мен келін былтыр 8 наурызда әдемі телефон сыйлаған еді. Бір апта ғана ұстадым. 6 сыныпта оқитын немерем, әже, берші деп алып қойды. Немеремнің көңілін қимадым. Тараздағы келінім жаз айында 2-шісін босанды. Немеремді қырқынан шығаруға құр қол бардым. Өйткені үйдегі ұлым Таразға барып қайтатын ғана ақша ұстатты. Одан кейін де 4-5 рет Таразға барып қайттым. Жолақыны есептеп бергеннен соң ойыншықта сатып ала алмаймын әйтеуір. Ол келін, құр қол келдіңіз, ойыншық әкелмедіңіз деп жатқан жоқ. Жай өзім ыңғайсызданам, кішкентай немеремнен ұялам. Әу баста банкоматтық карточкамды келініме берген өзім едім. Енді ала алмай жүрмін. Ой, апа, несиені төлеп жатырмыз ғой деп ұрысқандай болады. Терең күрсінем, үндемеймін. Не деймін, бірге тұрған соң, солардың айтқанына көніп жүрмін.